Баршаңызға сәлем. Маған жақын күндері тойға арнап 20 штук меренговый рулет заказ түскен болатын. Менің бір күндегі ең үлкен заказдарым 4-5 меренговый рулет болғандықтан қалай болары, қанша уақытта жасай алатыным қызық болды және де заказды қабылдадым. 5 лоток жұмыртқа және де керекті құрамдарды сатып алып рулет дайындауға кірістім. Мен барлығын үйде бір пешпен және де осындай қол миксермен дайындаймын. Барлығы мен ойлағандай тез емес және де біраз уақытты талап етеді екен. Маған 20 рулетті дайындап, оларды әрлеп жіберу үшін 1,5 күн кетті. Әрине ортасында балаларға, отбасыңа тамақ беру, үй шаруалары бірге жүреді. Рулет өте нәзік болғандықтан, олар міндетті түрде тоңазытқышта сақталуы қажет. Сондықтан 10-10-нан 2 бөліп жолдасы мейрамханаға жеткізіп берген болатын. Заказ берушінің көңілінен шығып, рулеттер үстелдерге дұрыс қойылды және де бұл кішігірім тәжірибе маған өте қатты ұнады.